Федоренко Игорь Анатольевич. Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университетінің автоматтандыру және басқару кафедрасының меңгерушісі. 1964 жылдың 27 қазанында Алматы қаласында өмірге келген. Техника ғылымдарының кандидаты, доцент, өнертабысқа арналған авторлық куәлік иегері, Қазақстан энергетика қауымдастығының бір қатар марапатына ие болған. Чтобы наш университет, наша кафедра по линии. Біздің университет пен кафедрамыз электроэнергетикасындағы автоматизация желісі бойынша жетекші орынды иеленіп келеді. Яғни қазір кафедрада қуатты техникалық база жасақталған. Соңғы жылдары асарласып бірнеше құзырет орталығын аштық. За последние годы нашими общими усилиями удалось создать несколько центров компетенции. Атап айтқанда, өнеркәсіптік автоматизацияның Schneider электрик құзырет орталығы. Сондай-ақ Siemens-тің біліктілікті арттыру және оқу орталығы. Повышение квалификации Siemens – это центр по измерениям и сонымен қатар National Instruments-тің ғылыми зерттеулерін автоматизациялау, өлшеу орталығы, басқару жүйесін енгізу және жобалау бойынша Honeywell зерттеу орталығы да бар. По проектированию и внедрению систем управления. То есть все эти центры оснащены очень хорошей аппаратурой. Аталмыш орталықтардың барлығы өте жақсы аппаратурамен жабдықталған, сапалы техникасымен және заманауи бағдарламалық қамтамасыз етілуімен ерекшеленеді. Сол себепті бұл орталықтар индустрия 4.0-ге қажет етіледі. Хочется еще сказать о коллективе, который работает. То есть он создавал... Одан бөлек қызметкерлердің жұмыс бабына келуін атап өтуге болады. Олар бір жылдың ішінде қалыптасып үлгермейді. Яғни қызметкерлердің тұрақталуына 10 жылдан астам уақыт кетті. Осы ұжымның арқасында Алматы энергетика және байланыс университеті мен автоматтандыру және басқару кафедрасының беделі өте жоғары. Олардың ішінде жастар да, тәжірибелі профессорлар да, келешегінен көп үміт күттіретін ғалымдар да бар.